Науқасқа жүргізілетін зерттеу мәнін түсіндіру. Стерилді құралдарды дайындау. Стерилді перчатка кию. Науқастың аяғын созып, арқасымен кушеткаға жатқызу. Науқастың оң жағында тұру. Сол қолға стерилді дәкені алып, жыныс мүшесін орап, терісін тарта жыныс мүшенің басын ашу керек. Уретра басын 3% бор қышқылы ертіндісімен өңдеу керек. Сол қолдың бірінші және екінші саусақтарымен жыныс мүшесінің басын фиксациялап, уретраның сыртқы тесігін ашу керек. Уретра шырышының қатпарларын жазу үшін жыныс мүшені жоғары қарай тартамыз. Пинцетпен алдын ала өсімдік майымен өңделген резеңке катетерді тесігіне сәл жоғары ұстаймыз. Катетерді уретраға ақырындырап, бөгет сезілгенше енгіземіз. Бөгетті өте отырып, одан ары қуыққа катетерді жылжытамыз. Зәр пайда болғанда, катетердің екінші соңын латокқа түсіріп қоямыз. Зәр тоқтағаннан соң катетерді алып, тез ерітіндіге саламыз. Уретраның сыртқы тесігін өңдейміз. Перчатканы шешіп, қолды жуамыз.